Германия канцлері Фридрих Мерц елге қарсы гибридті шабуыл жасағандарға ескерту жасады. Ал тергеушілер Лейпциг Галия әуежайындағы дрон диверсиясы бойынша тергеуді күшейтті. Deutschland schreckt ab. Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen. Тергеушілер 14 тамызда 3-ші дронды тапты. Бұл украиналық жүк ұшағының жанынан дрон табылған. Алдыңғы оқиғадан 10 күн өткеннен кейін болды. Олар сондай-ақ әуежай маңынан әскери жарылғыш затқа ұқсас 50 граммдай зат тапты. Әуежай аумағынан бөлек полицейлер ағашқа бекітілген дронды басқару құрылғысы болуы мүмкін құралды, антеннаны және электронды компоненттерді, сондай-ақ жарылыс орны болуы мүмкін өртенген жер мен металл сынықтарын тапты. 5 тамызда болған алғашқы оқиға әуежай маңынан белгісіз ұшатын объект байқалғаннан кейін рейстердің басқа бағытқа бұрылуына түрткі болды. Кейінірек рентгендік сараптама оның дрон екенін анықтады. Германия билігі Ресейді диверсия, тыңшылық және дезинформациялық компаниялар шеңберінде дрон оқиғаларын ұйымдастырды деп бірнеше рет күдіктенген, алайда Мәскеу бұған қатысы барын жоққа шығарды.